Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бармысыздар қадірлі телекөрермендер, армысыздар қадірменді студия қонақтары. Эфирде толғағы піскен мәселе ордалы ой талқыға түсетін ой талқы ток-шоуы. Тұрлаулы тарихымыздан, тұңғиық шежіремізден қазақ халқы талай тар жол тайғақ кешулерден өткені белгілі. Қай кезеңде де ат үстінде жүріп, айбын асқан ерлеріміз жұртын жақсы жолға бастауымен бағаланған. Аяр жаумен айқасып, ұрымтал жерде шайқасып, тұлпар мініп ту ұстап, елін ертеңгі күнге жетелеумен болды. Қыран ұшса қанаты талатын қазақтың сайын даласын екінші дүниежүзілік соғыс өртіде шарпып өтті. Бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін. Бұл отан соғысы кезіндегі жалпы халықтық ұран болатынды. Қашанда ерлікті, өрлікті, ардақ тұтатын қасиетті қазақ халқының да бүкіл тылдағы да, майдандағы да, ерен еңбегі де, ерлігі де осы ұлы отан соғысындағы жеңіске арналған болатынды. Бұл қан майданда қазақ топырағынан 1 миллионнан астам ержүрек жауынгерлер соғысқа аттанды. Олардың көбісі соғыс алаңында ерлікпен қаза тапты. Сонымен қатар аттары аңызға айналған жаңа тұлғалар тарих беттерінде өздерінің ерен ерліктерімен есімдерін алтын әріптермен ойып тұрып жазды. 500-ден аса жерлестеріміз, оның ішінде 96 қазақ Кеңес одағының батыры атанды. Биыл ұлы жеңіске 70 жыл толып отыр. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі санында Қарқаралының қасиетті топырағынан нәр алып қаһармандықтың ғажап үлгісін көрсеткен батырларымыздың бірі, небәрі 25 жасында теңіз жаяу әскерлері батальонының командирі болып, Ленинград түбіндегі болған ұрыста 29 елді мекенді жаудан азат етіп, майдан даласында ерлікпен қаза тапқан Ахметбек Қосыбаев жөнінде сөз қозғамақшымыз. Ахметбек батыр жайында 1968 жылы біздің осы қазіргі Қазақстан Қарағанды, ол кезде Қарағанды телерадио комитеті деп аталатын, түсірген Қарағанды Ленинград деректі фильмінен үзінді көріп алсақ. Ардақты ана, отан алдындағы борышымды абыроймен атқарудамын деп басталатын офицер ұлы Ахметбек Қосыбаевтың хатын оқып отырған Күлшім ананың толғанысы сәтінен басталатын бұл фильмнің түсірілгеніне жарты ғасырға жуықтаған. Белгілі өлкетанушы Юрий Поповтың жазуынша Ленинград Қарағанды деректі фильмін түсіруге 1968 жылы Қарағанды телерадио комитетінің сол кезде бас директоры болған Қали Аманбаевтың өзі мұрындық болып, телевизияның режиссері Юрий Лелюх, операторы Борис Лелюх, редакторы Татенко және фильмнің директоры Жандыбаевтан құралған шығармашылық топқа қарқаралық майдангер журналист Шаймыран Мезгілбаевта бірге баруы тиіс деп, солай болуын өзі қадағалаған. Тағы да Поповтың жазуына қарағанда, және Поповтың өзі осы фильмнің сценаристерінің бірі болуы тиіс. 17 минуттық қарағандылық телевизия түсірген бұл деректі фильм Ленинград қалалық атқару комитетінің арнайы жүлдесімен марапатталған екен. Біздің бүгін студиямызда отан үшін опат болған осы Ахметбек батыр ағамыздың туған қарындасы Аркен апай отыр. Осы фильмнің түсірілу барысы есіңізде ме? Кімдер мұрындық болды? Жаңа Күлшім апайдың қасындағы сіз ғой? Иә. 11 кісі барды осы. Алтауы осы телевизиядан. 11 күн болдық Ленинградта. Барлық жерді түсірді. Содан Зеленогорскіге бардық. Бұл Карелепиннің жері. Бұрын Чироки деп аталған екен. Кейін Зеленогорскі бопты. Сол жерде менің туған ағайым Ахметбектің мүлдесі жатыр екен. Сол Братский могилада 300 адам қойылыпты. Зеленогорскі деген өшті керемет жер екен, айтуға келмейтін. Халқы да жақсы. Бізді пионерлер қарсы алды. Басына барып, анамыз баласына келген жоқтауын айтып, бір өз топырағымызды алып, осы қайттық. Біздің Ахметбек 1919 жылы Қарқаралы қаласында дүниеге келген. 36-37 жылы Зоотехникумда оқыған. 38-39-да Алматыдағы заң институтында оқып, дипломын алып Қарқаралыға келгенде 39 жылы міндетті әскерге алып кетеді. Содан РСФСРдің Омбы облысы Түмен қаласында
теңіз жаяу әскерлер училищесінде оқып жүргенде 41 жылы соғыс басталады. Соғыс басталған күннен бастап Ленинград фронтында бірінші стрелковый полк 86-шы дивизияда народный ополчение дейді, халық жасағынан құралған армияда болады. Бірінші Нарва өзенінен бірінші болып өтеді. 42-ші жылы сол Нарва өзенінде барлаулар взводын басқаруға жібереді, барлаушылар. Сонда 5 күн, 5 түн немістердің қоршауында қап, содан аман-есен тіл қалып келеді. Сонда 42-ші жылы Қызыл ту орденімен наградталады. Оны анамыз айтады, Қарқаралыда бірінші Қызыл ту орденін алған менің балам сол митинг ашып, райком партияның алдында сөйтіп хабарлады деген. Бұл жерде Ахметбек Қосыбаевты айтқан уақытта Шаймаран ағамызды айтпасқа болмайды. Ол кісі Ахметбек Қосыбаев танушы, ең бірден бір адам. Одан кейін ол кісіні айтқан уақытта Поповты айтпаймызға болмайды. Юрий Попов белгілі өлке танушы. Қазір Ресейде тұрады. Қазір Ресейде тұрады ол кісі. Әлі де мына Үркен апаймен сөйлесіп, хат жазып тұрады. Мінекей. Алдың күні ғана сөйлесіп, ұруларын бәрін беріп жіберші деп жазыпты. Әлі де қарым-қатынас ол кісінің Қарқаралымен жақсы. Енді ол кісілер айтқан уақытта Қали Аманбаевты айтпай кетуге болмайды. Ол кісі де жаңағы басы қасында болып осы фильмнің түсірілуіне үлкен үлес қосқан елдің ағалары. Попов бұл көп жазған адам, жаңа көп зерттеген адам. Сонда айтады, мен ең бірінші Күлшім апаға Шаймаран Мезгілбаев алып барды дейді. Сосын фотосын көрсетеді дейді. Мынау кешегі жаңағы студент бұл соғыс жылында Ленинградтық болған деп. Сонда енді көп еңбек сіңген бәрін Шаймаран аға. Бұл фильм өзі бар болғаны 17 минут екен. Сол кездегі қара ақ түсті кинопленкаға түсірілген. Көп уақыттар бойы бұл фильмді сол жалпы Қазақстан жұртшылығы көптеген кинотеатрлардың алдындағы берілетін киножурналдарда көріп жүрді ғой. Содан бастап Ахметбек Батыр жөнінде мәліметтер, деректер көбейе бастаған болар. Жалпы фильм мынау өте бір үлкен жоғары бағаланған екен. Оны кім айтады? Юрий Попов айтады. Наш фильм получил особый приз города Ленинграда дейді. Его вручили Қали Аманбаеву и Асқари Хамидуллину деп. Сондықтан бұл жалпы үлкен бағаланған дүние. Енді арамызға келіп жатыр, бұл енді өшпейді деп ойлаймын. Мен өзім отан соғысын жедім. Мен әкемнен 6 жасында жетім болған. Менің шешем 28 жасында жесірған адам. Мен жаңыз баласымын. Сондықтан бұл отан соғысын зардан біз көрдік. Шәкең айтып осындай Ахметбек Қосыбаев деген азамат 25 жасында Фин бұғазында осындай ерлікпен қаза тапқан. Ол кісінің шешесі бар, аты Гүлсіп, қарындасы бар, аты Өркен деп. Соны мен пионерлермен жаңағы сол үйге бардық. Міне сол кездегі фото. Міне Гүлсім апа, міне Өркен бар, маған бір уыс топырақ берді. Осы топырақты апарып, Зеленогорскідегі тұсқандар бейтіне апарып севіңдер деп. Бұл кісілер 68 жыл барып келгеннен кейін ғой? Барып келгеннен кейін бар. Біз 78 жылы барып Ленинградты аралап, сол ол кісінің аманаты топырақ ала келді, топырақ алып кеттік Қарқаралыға. Қарқаралыдағы Азал ана ескерткіші бар ғой. Барлықтар балалар білесіздер ғой, Қарқаралыда болған кісілер біледі деп ойлаймын. Сол Азаналы ана ескерткішіне мүсіншілер сіздің анаңыздың, сол Ахметбек Батырдың анасының бейнесін негізіне алған деп айтылады. Сондай сөз бар. Белік деген осы Қарағандыдан. Билік. Билік бет сол. Үйге келіп тұрып, сіздің екі балаңыз бірдей соғыста қаза тапқан екен. Сіздің бейнеңізді осылай қалалық паркке қоямыз деп келіп, өздері түсіріп, алып сол анамыздың несі, бейнесі 44 жылы 1 май 38 нөмір Отан үшін газетінде сонда Сұлтан Баймағамбетов 279 немісті өлтірген Сәрсенбаев, Айбынды офицер Ахметбек Қосыбаев, соның 3 орденді Кәрім Түгенбаевтардың ерлігі мәңгілік тарихта қалады деп тұр бас мақалада жазылған. Сол Отан үшін газетінде. Ленинградтан шыққан газетте. Өркен апа, марқұм Күлшім анамыз 11 құрсақ көтерген екен, е? 6 баласы ауыр науқастан қайтыс болып, екі боздағы Ахметбек пен Мұқан соғыстан оралған жоқ. Мұқанның да соғыс жолы жайында, ерлік жолы жайында айта кетсеңіз онда. Хат хабар келіп тұр ма Мұқан туралы? Жоқ.
Ақмұқан 42 жылы Қарқаралдағы пединститут бітірді, педучилищені. Соң мұғалім боп тұрайын дегенде, әке шешесіне айтпай, 18-ге толмай әскерге өз бетімен кетіп қалды. Түн ішінде кетіп қапты. Әкесіне де шешесіне де айтпай. Әйтпесе әке де шеше де кәрі ғой. Қат танымайды. Кедей семья. Содан Алматыға барып, лентанаттық оқиды. Алматыда. Сонда ең кейінгі жазған қатында біз қысқа киімді алдық, бізді вагонға мінгізгейін деп жатыр. Ал Қарқаралы, Қарағанды облысынан менің жанымда ешкімде жоқ деп жазды қатын. Содан кейін хабарсыз. Әлі күнге хабар ошар жоқ. Иә. Мұқаннан. Жоқ. Жаңа, құрметті телегөрермендер, құрметті студия қонақтары, жоғарыда Аркен апамыздың өзі айтып кетті. 68 жылы ел ағаларының тікелей қолдауымен Ленинград Қарағанды деректі фильмі түсіріліп, сол деректі фильмге Күлшім анасы екеуі барып қатысып қайтты. Сонда қазақтың бір ескі дәстүрімен жоқтау айтқан екен. Экранға назар аударып көріп алсақ. Бұл фильмді Қарағандыдан бастаған, Қарағанды Ленинград деп аталу керек еді, сол кездегі саясат Ленинград Қарағанды деп атаған. Ар жақтан басталған сияқты. Экранға назар аударайық. Сөзін айтқым келіп отыр. Ол кісі былай айтады. Гүлшим апа затянула поминальный плащ жоқтау. Ее голос приобрел необычайную силу, красоту. Сынок, ты не смог вернуться домой. Я сама пришла к тебе. Казахский язык здесь никто не знал, но горе матери не требует перевода. Многие в толпе стали тереть глаза, а потом и заплакали. Бұл тарихи деректі фильмнің бір сәті ғана. Аналарыңыз 6 ұлы ауыр науқастан қайтыс болған, 2 ұлы Қосбоздағы Ұлы Отан соғысынан оралмай қалған. Сіздер енді жас болдыңыздар ғой, Аркен апа. Бірақ жаназасын сезіне алдыңыздар ма? Анаңыздың жаназасын сезіне алдыңыздар ма? Сол маңайдағы үлкен кісілердің барлығы келді ғой. Сол жерде толып тұрды барлығы. Барлығы да енді қазақша түсінбесе де, олар анау анасының даусына барлығы қосылып. Енді бізде ылғай отан ішіндегі Ақмұқан Сыдықбековтың соғыс кезіндегі жазған газеті болды. Елбардан соптың Зародина газетіне жазған газеті болды. Одан кейін 9 май тура 44 жылы Александр Невский орденімен марапатталған барлығы түгел қолымызда болды. Барлығы. Содан барып ағайымыздың қандай болған барлығын сол газеттен оқыдық қой түгел. Оның барлығын бізге Шаймұран аға түсіндіріп, барлығын көрсетіп, одан кейін Шаймұран аға Правда газетіне жазды, Москваның индустриальный Қарағанды газетіне жазды. Ол кісі өзі орысшаға да, арабшаға да, қазақ тілінде маман болды. Онда міне фотосы бар шекенің, міне. Бізді пионерлермен ортасына түскен. Енді бұл Шаймұран ағаның жалпы жолдастығының достыққа деген беріктігі керемет. Бұл кісінің Павел деген жолдасы болады, поляк. Ташкентте оқиды да, әскер қатарына соғысқа бірге барады. Сосын екеуі серт беріседі. Бірде-біреуіміз екеуміз олай-бұлай болып кетіп тірі қалатын болсақ, жанұямызбен араласып тұрайық, хат жазысып, барысып тұрайық деп. Екеуі де енді Құдай оңдап соғыстан аман келеді. 57 жылы бірақ Павел қайтыс болып кетеді. Жол апатынан. Анасы қалады. Бұл кісі Шайқорадан болған, Шаймұран ағамыз. Сонда соғыс жылдарының өзінде ол кісі жараланғанда Павелдің шешесі Москвадан шай салып жіберіпті ана кісіге.
өмір бойы ол кісі көз жұмғанша сол кісілермен араласып етті. Барып қайтыс болғанда топырақ салып кетті. Ана кісіге жаңағы Виктория, ол кісінің аты Виктория ғой деймін. Сонда ол кісі ана бір 70-ші жылдары хат жазады Шаймаран ағама. Налып жаңағы келіндеріне, қыздарына, немерелеріне. Ана Виктория шешесі анам деп кеткен ол кісі. Сонда самолетқа мініп барады да жаңағылардағы орысша айтқанда строить етеді. Мен совет солдатымын, сендерге мынау анамды ренжітуге жол бермеймін деп. Кешірім сұратады. Мұға Шаймаран ағаны көріп, бірге өзіңізде қызмет еткен боларсыз? Мен 45 жасымда зейнеткерлікке шықтым. Ол кісі кадровый офицер Ташкенттің әскери училищесінің барлау бөлімін бітірген. Бірақ кейіннен командир батальон болған, разведка барлауда да болған, негіз командир болған. Қосыбаев ағамыз секілді ол кісінде. Қосыбаев ағамыз да ол кісі әскери арнайы училище бітірген. Сонан кейін капитандық званияға дейін, онан әрі қарай да болушы еді ол кісі. Өмір солай, өмір қиылып кеткен. Сондай дәрежедегі Қарқаралының топырағынан көп адамдар еңбек ардагері, жаңа Әбекең айтып отыр ғой, 5 Совет одағының батыры, оның біреуін атақты Мартбек Маңыраев, Нұркен Әбдиевті білесіздер. Соның енді негізі салысты соғыстар олар өліп кеткен. Ал енді біздің Күлшім анамыздың жоқтауы, бүкіл қазақ аналарын жоқтауы деп есептейміз. Ахметбек батыр сияқты ел ішінде аты еленбей қалған көптеген біздің батыр майдангер ағаларымыз бар. Жалпы осы кісілерді еске мәңгі сақтау мақсатында Қарқаралыда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Кешегі Отан қорғау соғысында Қарқаралы жерінен 2148 азамат аттанды соғысқа. Оның 714-і Майдан даласында мерт болды, 779-і хабар ошарсыз жоғалды. Соғыс біткеннен кейін елге аман есен оралғандардың саны 645 адам болды. Бұл адамдардың қазір ортамызда жүрген 10 адам. Қарқаралы қаласында қоғамдық тұрғыда ардагерлер мұражайы қалыптасып, осы жерде көптеген жұмыстар істеліп жатыр. Ал енді Ахметбек жерлесіміз туралы айтсақ, бұл кісі тек қана батыр емес, мына от пен суға шыныққан құрыш сияқты жалындаған соғыс өртінің жалын жұтып, үлкен қолбасшылық дәрежеге жеткен адам деп ойлаймын. Ең бірінші Қызыл Ту орденімен марапатталса, кейіннен мынау 44-ші жылы 9 майда Ленинградты азат ету шайқасы кезінде үлкен ерліктер жасаған. Ол кезде ол кісі батальон командирін, небәрі капитан болса да, ол кезде үлкен шенді адамдарға үлкен бір әскери операцияның жақсы жетістіктері үшін ғана берілетін орден Александр Невский орден алған. Одан кейін тағы бір мәліметтер де бар, ол шындық американдық жауынгерлік орденімен марапатталған. Күлшім анамыздың аманатын орындаған, Сейітқұл ағамызбен еріп барған сол кездегі 12-13 жастағы пионерлер, қызыл ішшілер, бүгінгі таңдағы ел ағалары Нұрекең мен Әдекең бүгін студиямызда қонақта. Енді 68 жылдан бастасақ, енді бірінші индустриальный Караганда газетіне Батыр Ахметбек деген статья шыққан екен. 28 февраль 68 жылғы индустриальный Караганда газетінде үлкен мақала бар. Осы әкеймен, сосын Евгений Михаев деген индустриальный Караганданың журналисті болған осы жерде, сол кісілер бастап бірінші жаңағыдай мақала шыққан екен енді. Сонда тарихтың басы жаңа Әркен апамыз айтып кетті енді. Одан кейінген тарих жалғасы болса енді жаңағы 78 жылы, онда енді Нұрлан екеуміз жаңағы пионер ұйымындамыз, Сейітқұл ағамыз жаңағы пионер ұйымының директоры. Содан жаңағы енді тарих үзілмесін деп әрі қарай жалғасы болып атқаннан кейін 78 жылы 30 адам пионерлер Сейітқұл ағай бастап сол Ленинградқа, оның әр жағында жаңағы Батыр ағамыздың жерленген жеріне үлкен өз бауырларымен бірге Зеленогорск қаласына бардық. Енді бауырлар жатқан үлкен басына барып бәріміз топырақ алып, сосын оны қайтып әкеп сол апамызға сол жерден сондай мақсатпен барып енді тарихты жалғадық деуге болады. Енді тек қана Зеленогорскқа барған жоқпыз. Ол енді Ленинград шайқасы деген өте бір отан соғысында маңызды болған жер ғой. Сонда мысалы есімде қалғаны Бескарев деген қабырстан бар. Сонда мыңдаған адам жатқан жерде сонда бардық. Зеленогорскқа барғанда жаңағы осы 68 жылғы түскен кинодағы тұрған кісілердің көз жасын алғанның көрген шынында солай екен. Өйткені тағы да айтайын, есімізде қалғаны
ана үлкен кісілер болсын, жалпы сол жерде жергілікті адамдардың бәрі Қазақстаннан келді, осындай ағалар осындай жерленген еткен деп айтқанда, осы құрбан болды, осы жерді, елді сақтап қалды деп жасағанда өте бір керемет сондай құрметпен қарайтын. Және де сондай разы болып біздерге келіп, осындай жұмыс ұйымдастырылып жасалғандарына сондай бір жақсы қабірдің басын күтіп, өте күтулі, сол жақтағы пионерлер, жас балалар ғой ол кезде, сол жақты бәрін тазалап, реттеп отырады екен. Жалпы отан соғысы жылдарында Қарағанды облысынан соғысқа аттанған азаматтардың саны 60 мыңдай болады екен. Солардың 3-тен бірі 20 мыңға жуығы қайтып туған топыраққа, елге оралмапты. Совет үкіметі кезінде біздің ақан өте жақсы аталып, осы 3 батырдан кейін Ахметбектің ерлігі ылғи қатар аталып отырды. 9 майда бас мақалада ылғи Дүркен Әбдіров, Петр Кераев, Мартбек Мамыраев, соның айбынды офицеріміз Ахметбек Қосыбаевтың ерліктері деп айтылып жүрді. Бүкіл Қарқаралының пионерлері, балалары түгел жақсы біледі. Ал енді кейде мектепте шығарма жазайым деп, баяғы Ахметбек Қосыбаевтың атында көшеде тұратын балалар звонить етіп жатады. Не жазайық? Қалай берілді бұл көше деп. Соның кейін айтамыз осы ерліктердің барлығын. Соңы балалар шығарма жазады. Ақанды еңбегін жазып, бір оқушы 2-ші орынды алып келді. Қоғамдық мұражай, ардагерлердің мұражай үйі деген. Сонда жаңағындай Ахметбек ағамыз сияқты басқа да батырлар туралы, жерлестеріміз туралы біз деректер жинап, файл папкалар ашып, оларды былай қатар қойып жатырмыз. Енді осыны әрі қарай тағы жалғастырамыз. Сосын бір күнгі тағы да бір жастар жиналғанда кезде сізді кездесуге шақырамыз. Мынау облыстық архивтен Нұркен Әбдіровке байланысты осындай заманауи видеодискаға көшірілген сол кездегі киножурналдар. Мартбек Мамыраев батырға байланысты киножурналдар түсіріліп алды. Сол Ахметбек Қосыбаевқа байланысты осылар алынды. Енді мына әрқайсысы енді елді мекен атында ғой. Мартбек Мамыраев ауылы бар, Нұркен Әбдіров ауылы бар. Сол жерде мектептер бар. Ол мектептерге барып, сол кинофильмдерді көрсетіп, өнеге сағатын өткізіп келдік. Мінекей өзім барып соларға және осы мына 3 дискіні әрбір мектепке бір-бірде беріп кеттік. Олар келешекте осыны өнеге сабағында қолданады. Бесаба ауылының Рышты Мәдиевна деген мектеп директоры бар, сол кісі естіп қойған, сол дискіні бәрін алып келіп бізге көрсетіңіз деп жатыр. Міне бұл жерде үлкен қызығушылық бар. Батырлардың жаңағы бұл осы бір түсірілген түсірілімдерге сол кездегі. Сондықтан міне бұл енді үлкен бір тәрбиелік мәні болады деп ойлаймын. Бүгін біздің студиямызда сонымен қатар белгілі сазгер, композитор, зейнеткер ұстаз, журналист Қосман ағамыз отыр. Қосман аға, сіз Мақсым Ақсақалдың Боздақтар өлеңіне ән жазған екенсіз. Осы әннің туу тарихы туралы айтып берсеңіз. Бірінші мен патриотизм деген не екенін Зоя Космодемьянскийден білетім. Олег Кашевойды ғана білетім. Ал 70-ші жылдары мен студент болып келген бетте классыммен, өзімнің классыммен, осы Күлшім апаның үйіне бардым. Осы Ахметбек Қосыбаевпен көрейші деп. Сонда бірінші рет ана Ахметбек Қосыбаевтың соғыстан жіберген хаттарын қолымен ұстап, сөзге оқушыларым былай отырды, бәрі ұстап көрді. Сонда патриотизм деген мен бірінші рет былай орысша айтқанда ощутил. Патриотизм деген не екен? Әрбір хатында, оқысының әрбір хатында отан деген сөз бар. Әрбір хатында елім үшін деген сөз бар. Әрбір хатында жерім үшін деген сөзі бар. Мектепте жүргенде 90 жылдары патриотизм туралы қалаш өлеңдер керек болды. Енді бұлай қарасам, өлеңдер аз екен. Содан кейін Мақсым Омарбеков ағайға звондадым. Маға осылай мінекей Ахметбек Қосыбаев туралы сіз де білесіз, мен де білем, біздің енді соғыс туралы бір өлең жазсақ қайтады. Қайырмасы менің мына жерінде тұр мінекей. Қайырмасы былай болса, айлар өтер, жылдар өтер деп сырнай мінекей шақырып тұрса деп. Әрі қаратай енді өзіңіз білесіз қалай деп. Содан жарайды Қосман деп екі күннен кейін бір уақытта звондайды, редакцияға келіп кетші деп. Редакцияға барсам, маған көрсетіп тұр маған мінекей. Ал оқышы, ұнайма деп. Әргіні оқып кетсем тура, енді менің ойымдағындай
Маханың сөздері бәрі тура менің ойымдағындай шығыпты. Содан жаңағы ән шықты. Енді қазір бұл өлеңді біз Қайран Жасық деген ансамбль бар Қарқалыда. Қайран Жасық деген ансамбль бар. Онымен бүкіл ауылдарға барғанда осы Ахметбек Қосыбаевтың өлеңін айтамыз. Қазір мысалы мектептерде жастар арасында мына 70 жылдыққа орай жаңағы архивтерге сұрау салып, елдегі сол хабарсыз кеткен батырлар, жауынгерлер жайында іздестіріп жатқандар бар ма? Оған жауап келіп жатқандар бар ма? Мынау Қарқарлы архивінің өзі 66 жылы ғана құрылған. Бізде көп дерек жоқ бұрынғы соғыс жылдары. Соны келіп сұрайды, енді көңіл қалмасын деп жазып аламыз да, жаңағы Подольскийға жібереміз хатты. Жібереміз, бірақ қаншама бір 15 шақты хат кетті, біреуіне біреу жауап келген жоқ. Енді мынау 70 жылдыққа байланысты бұрынғы 15 одақтас мемлекет бар. Арқыш жағы бұрынғы ағылшындардан қатысқан, Европадан қатысқан жаңағы солдаттар бар. Мысалы, ойлаймын, сол хат көп шығар. Бұларды енді жаңағы жұмысы ауқымды шығар деп қоямыз, бірақ бір хатты 3 рет жаздық. Мысалы, Ахметбек Қосыбаевқа Совет одағы батырын атағын беру туралы Шаймаран Мезгілбаев ағамыз қозғалған кезінде. Бірақ енді ол аяқсыз қалған. Енді Бауыржан бабамыз алмаған енді солай болады ғой, аяқсыз енді ол түсінікті нәрсе. Ал енді осы менің түткенімнен қалмайды. Ол кісі Александр Невский орденін алды. Ол енді үлкен басшылардың алатын ордені, берілетін орден. Енді бір жылдан кейін қайтыс болған уақытта қалайша осы кісіге, бұл енді атағы жайылып тұрған кісі ғой, көрнекті тізімге, үлкен тізімге ілінген адам. Бұл қалайша бұл кісіге Совет одағын берілмеді деп. Солай жаздық. Ахмет Қосыбаевқа Совет одағы атағын беру туралы ұсыныстар болды ме екен деп. Оның енді ешқайсысына да жауабы жоқ. Енді бұл өлмейтін тақырып, ескірмейтін тақырып. Әлі де бұл бойынша жұмыс жасаймыз. Бірақ енді Үркен апам айтады, осыны бір қозғасақ жаңағыдай. Енді Совет одағының батыры енді ол келмеске кетті, ондай атақ жоқ, мемлекет жоқ. Енді халыққа қаһарманын берсе деген өздерінің енді жаңағы ішкі ол кісінің арманы, ойы, ағамыздың жаңағы еңбегі ақталса деп. Ахметбек батырдың бүкіл ерлігін, бүкіл өнегесін есте қалдыруға үлкен еңбек сіңіріп бастамашы болған, жаңағы 68 жыл Ленинградқа баратын топты бастап барған азаматтың бірі өзі де майдангер. Жаңағы біздің Шаймаран аға Мезгілбаевтың өзін есте сақтауға, өзін елде қалдыруға, осы елдің есінде қалдыруға, Қосыбаев танушы болған осы кісінің өзін туралы қандай да бір шаралар бар ма? Бақыт совхозында соғыстың артында көшелі ғана бар. Ал енді ол шәкеңнің енді өлгеннің сыртынан рухы риза болсын, ол кісінің Қарқаралы топырағы деген еңбек айтуға келмейді. Жетім жесірге болсын, кімге болсын, ол кісі нағыз патриот болды. Шәкеңді ол кісі жөнінде мектепке ат берсе, мектептің атын берсе. Қазақ мектебі боламын, орыс мектебі боламын, әлгі бір басқаларға беріп жатыр ғой, бас жаққа барыспай қойайын. Сондықтан менің өз тілегім, мен енді 80-ге келдім, мысалы, мен әлде осы Шәкеңді өзім шамам тірілігі өлгенге дейін ол кісі мен ұмытпаймын. Ол кісі жөнінде мен жұмыс жасай берем. Даже шамам келсе мынаның бәрін кітап қылып шығарам. Жаным барлық бүкіл Қарқаралының тарихы ашық айтайын менде. Мынау мен оқыған есітті профессор Америкамен хат жазатын ақсақал болды, Матвеенко. Білесіз ғой, 78 батырда ол кісінің әкесі бар, Матвеенко, Борис Андреевич. Ол кісі Алматыдан 5 бөлмелі үй алды. Алматыдан 5 бөлмелі үй алды, білесіз ғой. Себебі справканы Шаймараған бергізді. Неден? Гражданский войнаның геройы деді. Бір ауыз сөз айтып шығайық, Мәке, сізден бастап. Жалпы мынау өзі көз ашық азаматтардың өзі қолында бар деректі музейге тапсырғысы келеді, мұражайға. Көрнекті орал ретінде. Ал енді шынына келгенде ол жерге жаңағы бір етік тапсырса да, ол жәдігер болып тұрады. Ал енді құжаттар, мынау жаңағы үлкен жәдігерлер, жазба дүниенің бәрі мұрағатқа тапсыру керек, архивқа. Қосыбаев ағамыздың енді іздеушілер көбейсін деймін. Көбейсін. Ондай азаматқа жаңағы герой атағы, тым болмаса Қазақстанның герой атағы берілу керек. Енді ақанның да мұқанның да артында ешкім қап отырған жоқ. Не алдында, не артында. Не аға жоқ, не іні жоқ. Осы сол көшеге мәз болып біз отырмыз. Арманымыз сол артында ештеме қалмағаннан кейін. Ел есінен өшпесін дейсіз ғой. Шаймаран аға тіріп тұрғанда мүмкін баяғыда атаққа ие болатын еді. Бірақ қуану керек, осындай дәстүрлі 70 жылға қарсы үлкен форум өтіп жатыр. Ол енді ағамызды дәріптеп жатыр.
Сондықтан әруағына табынамыз, ол әлді дәріптей береміз. Жаңа сізде бір орында ұсыныс айтып жатсыздар. Негізі осы ешқайда не аты, не фамилиясы аталмаған адамдарды біз естіріп жатырмыз. Ол менің көршім болып тұрған Қашабаев Мұсайын деген ақсақал. Анау Берлинді алуға шейін барып қатысқан, танкист болған, танкіде зеңбірек көздеушісі болған. Сол адам келгеннен кейін зейнетақы алудан бас тартқан. Туған жерін топырған амасын жетсем болды деген. Махорқа тартып отыратын. Бір бөлме тас үйде тұрды. Кітапты оқи береді. Соны қараңыздар, мына отансүйгіштік, ел жандылығы ғой ол. Біз сондай адамдар туралы материал жинап жатырмыз. Тарихты, Ұлы Отан соғысының тарихын қайрадан пішіп, қайра жазып жатқандар, жазайын деп жатқандар көп. Мысалы, 70 жылдыққа 67 мемлекет шақырса, 20 ғана келеміз деп уәде беріп жатыр, мысалы, Қызыл алаңға. Оның бәрі бүгінгі сол кездегі 70-60 жылдағы, 50 жылдардағы азаматтардың жұмыстары істеген, қызыл ішшілердің жұмыстары. Соғын бүгін міне жаңа дәуір, жаңадан туу керек. Осы елбасымыздың айтқан сөзі есіме келек. Біздің қазақ халқымыздың қаһарман бабаларымыз бар деп, осы батырларымыз. Сонда қарасаңыз, мысалға дейін Сеңкібай батырымыз, Жидебай батыр бабаларымыз, сол бабаларымыз сияқты мінекей Ахметбек аға батырларымыз, мысалға Әділдің әкесі Шаймаран аға, ол кісілер де батыр. Енді одан жалғасы, мысалға дейін Тоқтар ағамыз, ол кісі де Кеңес одағынан мысалға дейін тапқан. Бірақ ол қайдан келеді? Тәрбиеден келеді. Тәрбиеден. Сол тәрбие үзілмей, жалғасын тауып, осы жастарымыз, осы бабаларымыздың зерттеп, оны түсініп, біліп жеткізсе, артта қалған ұрпаққа сол нұр үстіне нұр болып, үлкен жұмыс болар еді деп біз ойлаймыз. Халқымызда тау алыстаған сайын биіктей түседі деген аталы сөз бар. Уақыт көші алдыға жылжыған сайын бізге жарқын болашақ, бақытты ғұмыр сыйлаған аталар, апалар ерлігі ешқашан ұмытылмақ емес. Күркіреп күндей өтті ғой соғыс деп кешегі Қасым ақын айтқандай, сұрапыл соғыста ерен ерлікпен қаза тапқан жауынгер аға апаларымыздың есімі ел есінде мәңгі сақталмақ. Бағдарламамыздың соңында Қарқаралының қыраны атанған Ахметбек ағамыз жайындағы әуізді әнмен түйіндегенді жөн көрдік. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар. Әрдайым амандықта жүздесейік. Сом фашистке аталған арыстандай, жалғыз өзі жүз жаумен алысқандай, Қарқаралы тауынан төлеп ұшқан, Қосыбаев от жүрек арысқандай. Ай өтер, жылдар өтер, ғасыр өтер, аналар боздақтарын тосып өтер. Елдігін ер қаһарман жауынгерді, ұрпағы әнмен жырға қосып өтер. Ұрпағы әнмен жырға қосып өтер. Жылдар өтіп барады ағындайды, кім бозағын көрсем деп сағынбайды. Әкелердің рухы мәңгі жасап, аспанында жұлдыз боп жалындайды. Ай өтер, жылдар өтер, ғасыр өтер, аналар боздақтарын тосып өтер. Елдігін ер қаһарман жауынгерді, ұрпағы әнмен жырға қосып өтер. Ұрпағы әнмен жырға қосып өтер. Қосып өтер.